Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазір енді қараңғы болды, кеш болды. Сырттағы үндіктер, жалпы жан-жануарлардың барлығы енді жатты. Мына жақта әлі тіршілік болады. Қазір енді бұларға кеш андай еден ұшқан қабық сондайларды алып келдім. Қазір ыдысына салып беремін. Бұлар күнге кешке осындай жейді. Мына қоразды байқап тұрған шығарсыздар. Бүгін алып келдік жаңадан. Мына қораз, бір қораз жетпей жүреді, осыны алып келдік. Бұл жерде 3 қораз еді, енді мынамен 4 қораз болды. Жақсы келе салып, жақсы жұмыс істеп жатыр. 3 қораздың бәрін мына келген қараңыз, бір бұрышта қорқып тұр. Бәрімен төбелесіп, қазір енді осы жердегі бірінші атаман. Жалпы көбісі айтып отыр да, кешегі инкубаторға жинап жатырмын жұмыртқа десем, біраз жазып жатыр, аплод болмайды, қоразың аз деп жатыр. Енді қоразым аз, бірақ қораздарын тек байқауымша тек қашыртқандары ғана туып жатыр да. Енді бұл жерде 37 тауық болса, оның 5-6-ауы әлі жас балапанда. Қазір түрлерін көрсейін. Мынау кішкентай балапан. Тағы осындай балапандар бар. Мына бір қара әлі кішкентай жас балапандар. Осындайдан 3-4 балапан бар. Жалпы 10 тауыққа бір қораздан. Енді мен қазір 37 тауық. Енді жалпы бәріне қораз жетіп тұр. Таза су құйып қойдым. Суларын ауыстырып кешке су құйып қоям. Қазір сағат 8:30, енді бұлар 12-ге дейін осылай жүреді. Мына қашыртты. 12-ге дейін жүреді, 12-де келіп мына пешті қосып, светті өшіріп кетем. Ойын азында 8-ден бастап өздері қайтып тұрады. Ал енді мен сіздерге мотивация болсын деп жалпы жұмыртқа жинағанымды көрсетейін деп жатырмын. Жалпы жұмыртқаның көбейіп жатыр. Мен лоток дайындап қойдым, жалпы жинау үшін. Екі санап қойдым. Енді қазір сіздермен бірге санап көрсетейін. Жалпы мына 2 ұяшыққа және ана 2 ұяшыққа кеше бір жұмыртқадан қалдырғам, соған қарап үстіне төгу үшін. Жалпы жинағанда мына 3-тік жағын төмен қарап жинаймыз. Сонда ұзақ уақыт сақталады жұмыртқа. Қазір бәрін жинап алып, санап көрсетемін. Сосын бір жұмыртқа қалдырамыз. Неға біраз туған. Телефонның заряд таусылып, фонарик өшіп қалды. Bu yakada bir жұмыртқа қалдырдым мінеки. Та бір ұяшық істеу керек, енді симей мынаның үстіне туып жүріпті бүгін біреуі. Жалпы 4 орында босамай. Мінеқа ешқандай тауық тумайтын еді, бүгін бір тауық туыпты неға. Бұяқа жұмыртқа қалдырмаймыз. Яға 4-ге біреуін қалдырамыз. Мынаны қалдырып 4 ұяшыққа бір жұмыртқадан қалдырдық, кешеден қалған. Ал енді бүгінге міне осы мынау 30 лоток, 30 жұмыртқалық болса 6 орын бос тұр. 24 бүгіндікке міне 24 жұмыртқа туды.
Жалпы 37 тауық. Енді Құдайға шүкір, жақсы көтеріліп келе жатыр. Бұл жерде 37 тауықтың бір 3-4-еуі шөже болса, жалпы олардан жайлап кіреді жақында жұмыртқаға. Жалпы жақсы көрсеткіш деп ойлаймын енді. Осы сіздерге мотивация болсын деп, жалпы тауық асырасаң қандай өнім алатыныңды көрсету үшін жалпы түсіріп отырмын осы видеоны. Тауықтар осы жалпы көбісі сұрап жатыр. Күрке тауықтарын түсір, қояндарын түсір, қой жайлы ешкілерін түсір деп. Оның бәрін түсіремін алдағы уақытта. Әлі олар түсіруге күн жетеді. Бәрін түсіремін. Қоразбен бірге тағы күркелерге де егі еркек қораз алып келдік. Енді ертең күрке жайлы видео түсіріп жүрем. Мына екеуі енді мынадан қорқып жүр. Бүгін азынан кешке дейін төбелес та. Мынау да жас балапан. Әлі жұмыртқа кірмеген. Жалпы осы ал тауықтарыңыз туа берсін. Бізбен бірге болыңыздар. Алда әлі талай видеолар шығады. Мінекей біздің тауықтардың нәтижесі. Келесі кездескенше сау болыңыздар.